тағала сауаптан жазсын. Апамызды Аллах тағала өз мейіріміне рахмын алып жатқан жері жайлы, жаны жаннатта, топырағы қорғап болсын. Бүгінгі осындай үлкен асты ұйымдастырып жалғасын. Ағымдағы ағаммен апамыздың ұл қыздары, Ержан ағамызға, Гүлмира апайларымызға Алла тағала разы болсын. Енді жалпы шариғатымыз бойынша мына Құран хатым оқылғаннан кейін негізі бір ауыз сөз шариғат айту, бұл хатым дастарханның ақысы есептеледі. Енді кішкене созып алмай, бір кішкене уағыз айтып жіберсек, иншалла. Мына бәріңіз білесіздер, бүгін қасиетті жұма, қасиетті жұмада Аллах тағала пайғамбарымыздың хадисіне келгенде сондай бір сағат бар. Ол сағатта кімде-кім дуа жасайтын болса, Аллах тағала әлбетте ол сұраған сол адамның дуасын қабыл етеді дейді иншалла. Ендеше мына қасиетті жұма күні осы оқып отырған Құран дуа тілектеріміз, ақсақалдардың жақсы сөздері, тілектері, Серік ағамыздың жақсы тілектерін Алла тағала осы ағысқа сәйкес етіп қабыл етсін иншалла. Енді Аллах тағала Құранда, біз енді мұсылман баласы болғаннан кейін біздің қайнар көзіміз Құран кітабы есептеледі. Құран кітабында Аллах тағала мұсылман перзенттеріне, мұсылман адамдарға былай бұйырады екен. Ең әуелі Аллаға сеніп иман келтіргеннен кейін Аллах тағала сіздерге екінші орында ата-аналарыңызға жақын жасауға бұйырады дейді. Яғни мұсылман ғалымдардың көпшілік және тұжырымдар бойынша мұсылман адамның Аллаға сеніп иман келтіргеннен негізі 5 уақыт намаз, ораза, қашылып тұрмайды екен негізі. Ең әуелі жүрегіңізді тазартып Аллаға сенгеннен кейін екінші орында ата-анаңыздың ризалығы тұрады. Өйткені Құран кәрімде жаңағы аяттың жалғасын айтады ғой. Аллаға еш нәрсені серік келтірмей иман келтір, және де ата-анаңа жақын жаса дейді. Егер ата-анаң қасында біреуі қартайып қалған болса, оларға мерхамет қолыңды жайда, оларға дуа жаса дейді. Роббирхамхума кама роббаяни сағира. Раббым жаратушым Алла тағала, менің ата-анам мені бала күнінен қалай мәпелеп өсірген болса, сен де менің ата-анамды қартайған шағында өз рахмыңа, мейіріміне бөле деп, бұл тірі күнде Алла тағала маған осылай дуа жасады бұйырып қойған екен. Және оларға қызмет ету барысында оларға ата-анаңа уф деген сөз айтпа дейді. Және оларға өте мейірімді бол деп Алла тағала негізгі иман келтірген адамдарға осындай бұйрықты беріп қойған екен. Енді шариғатымызда не дейді? Ең бірінші, Алланың елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір адам келіп айтады екен. Алланың елшісі пайғамбарым, менің ата-анам өмірден өтіп кетіп еді. Тірі күнде көп оларға қызмет жасай алмадым. Енді ата-анам өткен соң оларға жақын жасай аламын ба деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, сен ата-ананың тірі күнде көз көрген, сыйласқан, араласқан дос жарандар болса, соларға жақын жаса, тікелей сауап ата-анаңа барады деген. Екінші, ата-анаңа дуа жаса дейді. Яғни дуа дегеніміз осы Құран хатым оқу, Құранды бағыштау. Және үшіншісі оларға бәдән хаж дейді, яғни қажын жаса дейді, пайғамбарымыз үйретіп кеткен екен. Және де пайғамбарымызға бір мұсылман адам келіп, Алланың елшісі пайғамбарым, мен ең бірінші қызметті кімге жасайын? Анама ма, немесе әкеңе ме деген кезде анаңа деп жауап берген екен. Екінші ол тағы да сұрайды, жақсылықты бірінші анама жасайын ба, әкеме жасайын ба деген кезде анаңа жаса дейді. Үшінші ол қайталап тағы да сұраған кезде үшінші рет тағы да анама деп пайғамбарымыз осылай бұйырған екен. Міне бұдан қадірді жамағат көріп тұрғанымыздай, шариғатымызда бұл аналардың негізгі мұсылмандықта дәрежелері өте жоғары тұрады. Жәннат аналар табанның аяғының астында деп пайғамбарымыз үйретіп кеткендей, ең бірінші мұсылман адам Аллаға сеніп иман келтіргеннен кейін үйдегі ата-анасын қадірлеп, ата-анасына қызметінде болу керек екен. Бірақ та сіз егер өзіңіз 5 уақыт намаз оқығансаңыз да, жыл сайын қажылыққа барсаңыз да, Рамазан айы сайын ораза ұстап отырсаңыз да, жоқ қандай шенді жерде жұмыс істесеңіз де, ата-анаңыз сізге риза болмаса, ол адамның негізі бұл өмірде жол боларлы негізі екі талай екенде. Сол себепті шариғатымыздың ең бірінші бұйрығының бұл анаға жақын жасау, анамызға.
мына Серік ағамыздың жаңағы айтып өткен бір өлеңдерінен мен де бір қосып жіберейін деп едім. Анаңның қадірін бір деген бір шуақ өлең оқып берсем. Аямай бар ғұмырын баласынан, төрт бөліп түн ұйқысын таң асырған, есейіп ер жетсең де бұл өмірде анаңдай таба алмайсың жанашыр жан. Анаңның қадірін бір аманында, күлкісі сейілмесін жанарында, іздеме жұмағыңды өзгелерден, жұмақтың кілті анаңның табанының астында. Жыласаң күн демейтін, түн демейтін, қатеңді кешіретін, үндемейтін, анаңның қадірін біл, бар кезінде біреуге көру арман, күнде кейіпін демекші. Өте қандай жақсы айтылған. Тірі күнде ата-анамызды бағалап, сыйлап қалайық. Ата-аналарымыз өмірден өткен болса, бұл кісілерге әрдайым дуасын жасап, 5 уақыт намаз оқып, 5 уақыт намазын сонан Құран бағыштап отырайық. Жұма сайын ата-аналарымызға Құрандарымызды бағыштап отырайық иншалла. Аллах Тағала сауаптан жазып, бүгінгі осы асыл беріп жатқан осы Құдай астарын қабыл етіп, анамыздың, апамыздың жасай алмаған жасын артындағы немерелеріне, бала шағаларына берсін Алла Тағала. Ержан ағамыз әулеті, Гүлмира апамыз әулеті, Серік ағамыз, сіздерге Алла Тағала аманшылығын берсін. Мына алыстан келіп жатқан ағайындарымызға жол амандығын беріп, аман есен жұрттарыңызға жетіңіздер. Осы жердегі жамағаттың дуа тілектері қабыл болсын иншалла. Алла сауаптан берсін, амандықта жүрсейік.